Кедей ақан мен бай ақанның өмірі. Кедей ақан телефондағы ойындарын ойнап, немесе тикток көріп отырады. Бір кезде кенеттен оның қарны қатты ашып кетеді. Қарнын сипап тамаққа тапсырыс береді. Алло, KFC, маған заказ, хочу заказ, чисто. Тапсырысын берген соң ас бөлмесіне тамақты күтуге барады. Тамақты былай күтеді, былай күтеді. Бір кезде тамағы келе қалады. Қатты қуанған ақан тамағын аша бастайды. Ішінде не бар екен деп өзі де қызығып тұр екен. Ішінен қуырылған ащы қанаттар иіскеп қояды. Бургер және де ыстық картоп фриін алып шығады. Фриға қосып ол ірімшік соусын да алыпты. Пакетті жерге лақтырады. Ай, қандай тәртіпсіз ақан екен. Кола да келіп қалды. Бірінші ірімшік соусын ашып, фриін батырып былай тез-тез жылдам жей бастайды. Қарнын тоймағаны соншалық одан бері ыстық қылдырып жей бастайды. Қолына осы ащы қанатты алып, тез жылдам жейді. Ішіне бәрін тыға бастайды. Ой, ақан, қайда кетіп бара жатыр бұның барлығы? Содан соң жеп болған соң, коласында құйып ішіп алады. Бургерін жейді. Асап, жылдам жей бастайды. Қарны тойған, барлығын жеп бітірген тауысқан ақаны көңіл күйі күшті болғанымен қарны үлкейіп кетеді. Қарны соншама үлкен, топ-толық ақан болып кетті. Ал бай ақан кітап оқумен күнін бастайды, достар. Бір кезде қатты қарны ашып қалады. Сол кезде KFC, бургер, пиццаны жегісі келеді, бірақ одан да пайдалы зат жеген дұрыс деп ой келеді. Сөйтіп, ас бөлмесіне жүгіріп барады. Салем, достар! Бізге киек бамын. Бізге апельсин киек, дайын киек, жасыл алма киек, сары алма, киви киек. Не ойлап тапты екен? Мандаринді қалай ашып жатыр? Жарайсың. Мама болады. Пуська, котлета, халапеньо, қияр, саловый, картоп. Не ойлап тапты екен? Бананды халапеньо? Алмадан фри? Енді түсінікті. Вау, бургер! Картофель фри. Бұл пайдалы бургер емес пе, достар? Соус. Апельсиннен ашып не жасайын деп жатыр екен ақан? Бургер. Нараққа қоямыз шо. Өзінің фастфудын ойлап тауыпты ғой ақан. Бай-бай. Қараңыздар, қандай пысық бай ақан. Өзінің тамағын өзі жасап, тауып жатыр екен. Жарайсың бай ақан. Мынау пайдалы сусын екен. Бай-бай. Алма және де апельсин қосылған шырын екен, достар. Сіздерге ұнаса, лайк басып отырыңдар. Өзі рахаттанып ішіп отырған сияқты ғой. Керемет, достар!
Ақанның фастфуды өте дәмді және әрі өте пайдалы екен достар. Ал видео сендерге ұнаса, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар достар. Пау!